Жәнібек пен Керейден бастау алған бектілігіміз бен тектілігіміз әр қазақтың қанынан, жүрегінің жанынан орын алған. 62 тамырымызда аққан қанымыздың негізі ар мен намыстан тұрады. Жұдырықтай жұмыр жүрегіміз имандылықтың тұрағы. Батыр бабаларымыздың әр соққан сойылы, шапқан қылышы, түйреген найзасы тәуелсіздігімізге бір қадам болса да жақындатқан ақиқат. Арыстандай азуы ер жүрек ерлеріміз ертеңгі ұрпақ үшін елеңдеп, есесін еш жауымызға бермеген шындық. Жоңғар шапқыншылығы. Тардай шашылған қазақтың басы қосылып, бір жеңінен қол, бір жағадан бас шығарды. Ақ найзаға үкі тағып, қанатын қомдап, биіктерді бағындыра бастады. Батырларымыз рухтанып, жоңғардың батырларымен жекпе-жекте тіл қатырмастан жер жастандырып отырды. Осындай ынтымақ пен берекенің себепкері үш жүзіміздің басын қосқан хан Абылай. 1723 жылдың көктемінде жоңғарлардың 7 түмен әскері қазақ даласына басып кірген болатын. Азық-түлік мал-мүлкін тартып алып, қазақтарды шетінен қырқынға ұшыратты. Қазақ тардай шашылып, бұл оқиға Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деп аталды. Қазақ халқының есінде ұлы қасірет болып, мәңгі тарихқа хатталды. Мың 1920-1939 жылдары Кеңес үкіметінің сұрқия саясатымен қолдан жасалған ашаршылық салдарынан қазақ халқының 70%-дан астамы, шамамен 8,5 миллион адам аштықтан қырылды. Сталиннің саяси қуғын сүргініне ұшыраған 25 мыңнан астам алаш азаматтары түрмеге тоғытылып, ату-асу жазасына кесілді. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Ұлы отан соғысы майдандарында қаза болып, соғыстан оралмаған қазақстандықтардың саны 600 мыңнан асқан еді. Оның 350 мыңнан астамы қазақтар. Бұл пайыздық шығын жағынан қазақ халқы өз жерінде соғыс қимылдары болған орыстармен, украиндермен, белорустермен деңгейлесті. 497 адам Кеңес одағының батыры атанды. Жауға атылған әр оқтың үшіншісі қазақ даласынан шыққан болатын. Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқ ұрдым. Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындым. Желтоқсан оқиғасы кезінде оған қатысқандарды саяси тұрғыдан аштық қуғынға ұшыратты. 99 адам сотталды, 264 студент оқудан шығарылды. Дүрбелеңге қатысқан жастар соққының астында қалып, изоляторларда отырды, жұмыстан, комсомолдан қуылды. 1991 жыл. Мың 1991 жылғы 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңның қабылдануы. 1991 жылғы 29 тамыз Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей ядролық полигонының жабылуы туралы жарлығы. 1991 жылғы 2 қазан тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшуы. 1992 жылғы 2 наурыз Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар ұйымының толыққанды мүшесі болып қабылданды. 1992 жылғы 7 мамыр елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылуы туралы жарлығы. 1992 жылғы 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары қабылданды. 1992 жылғы 5 қазан Тәуелсіз Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен Ұлттар ұйымында алғаш сөз сөйлеуі. 1992 жылғы 29 қазан бірінші дүниежүзілік қазақтары құрылтайы. 1993 жылғы 15 қараша Тәуелсіз Қазақстанның валютасы теңге енгізілді. 1995 жылғы 1 наурыз Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылды.
1995 жылғы 30 тамыз Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы қабылданды. 1997 жылғы 10 қаңтар Астана қаласы Қазақстан Республикасының елордасы болып жарияланды. 2003 жылғы 23 қыркүйек Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтті. 2006 жылғы 6 қаңтар Қазақстан Республикасының жаңа мемлекеттік әнұраны бекітілді. 2010 жылғы 1 желтоқсан Қазақстанның елордасы Астана қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өтті. 2011 жылы Қазақстанда алғаш рет қысқы Азия ойындары өтті. 2012 жылғы 22 қараша Қазақстан әлемдік көрме өткізу құқығына ие болды. 2013 жылғы 24 тамыз Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 мерейтойлық сессиясы болып өтті. 2015 жылғы 27 шілде Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі атанды. 2016 жылғы 16 желтоқсан тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған декларация жазылды. 2017 жылы Қазақстанда алғаш рет экспо көрмесі ұйымдастырылды. 2018 жылғы 1 қаңтар Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалық ете бастады. 2018 жылғы 12 тамыз Ақтауда 5-ші Каспий саммиті өтті. 2019 жылы 9 маусымда кезектен тыс сайлау өтіп, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ел президенті болып сайланды.